حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ардақты қадірлі жамағат, қадірлі мешітіміздің қонақтары, бүгінгі ұлық жұмамыздың күніне әрбіріңіздің жасаған намаз, ғибадат, құлшылықтарымызды Аллахым шынайы етіп қабыл болған ғибадаттардан болуға жазсын дейміз. Баршаларыңыздың қадамдарыңызды Аллахым сауаптан жазып, қандай да бір ниет, дұғаменен келген болсақ, Аллахым баршамыздың дұғаларымызды қабыл етсін. Құрметті ағайын, құрметті жамағат, Алланың шын мәнінде адам баласына берген нығметі шексіз. Бірақ бір қызығы, бір ескеретіні, сол нығметтердің ішіндегі ең біздер үшін барлық нәрседен де ең құнды бағалы деген нығмет кейде ескерілмей жатады. Кейде тіпті оның бар екенін де білмей жатамыз. Бірақ адам баласы ол нығметке сағат сайын емес, минут сайын қажет болатын нығмет бар. Ол қандай нығмет? Ол қандай нығмет? Әлбетте, ол жұтып отқан ауамыз. Адамның әрбір сәтте бір минут ауа жұтпасаңыз, жаныңыз күйзеліп, жүрегіңіз аузыңыздан шығып кете салдайды. Бір минутқа деміңізді тоқтатып тұрыңыз, өміріңіз тоқтағандай болады. Бірақ көзге көрінбейді сол Алланың нығметі көбінде біз елей бермейміз. Өйткені ол тегін нәрсе ғой. Кім ауаны сатып алып жатыр? Кім ауаның қадір қасиетін біліп, сол ауаға деген сонда бір Аллаға шүкіршілік айтып жатыр? Әрбір жұтқан ауаңызға, секундтардағы жұтқан ауаңызға сіз Аллаға шүкіршілік айтып жатсыз ба? Біз сіздерден соның құнын немесе есесін төлесін деп жатқанымыз жоқ. Сол жұтып атқан әрбір ауамызға Аллаға шүкірлік айтып жатырмыз ба, құрметті жамағат? Міне, осындай ұлық нығметтерді кейде бағалай бермейміз. Бірақ керісінше адам баласы табиғаты соған жақын ғой. Не нәрсеге жан қинаса, не нәрсені сатып алса, соны бағалайды. Еңбекпенен, маңдайменен, бар пейнетпенен 1000 теңге тапсақ та, ол 1000 теңгенің қадірін біліп, барынша соны дұрыс жолда жұмсауға әрекет жасаймыз. Ал енді сол ауадан кейінгі біздерге ең қажет болған нығмет. Мен иман, ислам нығметін айтып жатқан жоқ. Әрине, иман менен, ислам менен, ол нығметпенен ешбір жаратылған нәрсе тең келмейді. Ал бірақ адам баласына, біздің жан дүниемізге, табиғатымызға осы дүниеде керек болған нығметтердің ішіндегі ауаны айтсақ, одан кейінгі нығмет әрине рызық несібе.
адамның күнделікті жеп ішетін асы, жеп ішетін тамағы, күнделікті оған жұмсайтын қаражат болғаннан кейін біз әрбір тамағымызды, жеп отқан асымызды барынша есепке алып отырамыз. Біреуге тіпті кейде бір теңгеміз артық кетіп қалса, немесе біздің бір хақымыз, ішіп отқан суымызды жартысын басқа өзге адам ішіп қойса, жеп отқан нанымызды басқа біреу сұрап алса, сондайды бір толып жатқан мысалдар көп. Біз кәдімгідей ренжісіп, немесе тіпті сөз айтуға дейін барып, кейде бір адами қасиетке сай іс-әрекеттерге барып жатамыз. Жалпы бүгінгі біздің уағызымыздың да шеңбері осы рызық несібе, адал кәсіп жайлы. Өйткені рызық несібе еш уақытта көктен түспейді. Хазірет Омар радиаллаху анху жалпы мынау рызық несібеге келгенде, адал кәсіп істеуге келгенде, Хазірет Омар Алла одан разы болсын, шын мәнінде үмбетке жасаған орасан еңбектері өте көп. Тіпті Хазірет Омардың халифалық дәуіріндегі көптеген жалпы үмбетке сол уақыттағы барлық сахабалардан бастап өзге мұсылмандарға жасалған талаптары, қойған міндеттері орасан құрметті жамағат. Сонда Хазірет Омар радиаллаху анхудың айтқан мынандай бір керемет сөзі бар. قال عمر رضي الله عنه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني Хазірет Омар радиаллаху анху айтады, ешбірің рызық несібені құр отырып көктен тілемеңдер дейді. Керісінше, ей Аллам, маған рызық несібемді жеткіз деп Алладан сұрап, адал кәсіп қылып тілеңдер. Өйткені сендер бәрің жақсы білесіңдер. Сол табатын табысымыз, алтынымыз, күмісіміз, ақшамыз еш уақытта ол жаңбыр іспетті, көктен жаңбыр жауған сияқты көктен түспейтіндігін бәрің жақсы білесіңдер. Сондықтан адал кәсіппенен, маңдай термен еңбек етіп, рызық несібелеріңді табыңдар деп Хазірет Омар бүкіл үмбетке осыны пәрмен шығарған. Ешбірің мешітте отырып, басқа жерде отырып, Алланы рызықты Алла береді екен деп қолды жайып, немесе басқа ешбір жан қиынымен еңбек етпестен отырмаңдар деп Хазірет Омар осыны пәрмен шығарған еді. Бұл шын мәнінде Расулулла саллаллаху алейхи уассаламның үмбетке қалдырған үлкен аманаты, Құран сөздеріндегі, пайғамбарымыздың хадисіндегі қаншама ұлағат, қаншама тәлім тәрбие, оның барлығы адамзатты еңбекке шақырады, құрметті жамағат. Құранда бірнеше аяттарда келеді. Сондай аяттардың бірінде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва кулу мимма разақакумуллаху халалан таййиба. Ваттақуллаха аллази антум бихи муъминун. Десе тағы бір аятта: Я айюхар русулу кулу минат таййибати ва амалу салиха. Садақаллахул азим. Яғни осы екі аятта да, яғни бірінде адамзаттарға, адам баласына Алланың жер бетіндегі нәрселердің халалын әрі тазасын жеңдер деп бұйырған болса, екінші аятта: Ей пайғамбарлар, Алланың жер бетіндегі рызық несібенің ең тазасынан жеңдер деп бұйырады. Ал рызық несібенің ең тазасы, ең адалы қайсысы? Әрине, Құранда айтқандай, Алла Тағала сауда-саттық пенен рибаны ажыратты. Сауда-саттықты Алла халал етті. Ахаллаллахул бая. Сауданы Алла халал, адал етті. А риба өсімді. Яғни риба өсім деген сөз, ешбір жан қинамастан құр үйде отырып ақша табуды Алла харам етті. Мәселен, бүгінгі таңдағы әлгі пайыздық
үстем ақша алу, немесе өзгеге ақша беріп, соның үстінен пәлен ай сайын, күн сайын ақша көру деген сияқты оның сан түрлі шариғатта жалпы өз алдына бөлек тақырып. Сауда саттық менен сол риба жайлы. Бірақ айтайын деген нәрсе ең халал, таза рызық ол адал пейнетпенен біздердің тапқан табысымыз, құрметті жамағат. Әрі осы аяттардағы Алла Тағаланың меңзеген керемет нәрсесі, яғни осы екі аятта да бірінші Алла Тағала пайғамбарларға айтқан болса да, адамзаттарға да Алла Тағала бұйырған болса, бірінші адал таза нәрсе жеңдер деп, артынша сол сөздерден кейін «Ваттақуллах ләзи әнтум бихи муъминун» Аллаға иман келтірген күйлеріңде Аллаға тақуалық қылыңдар десе, екінші аятында ізгілікті, салихалы амал, ізгі іс істеңдер деп жатыр. Яғни айтайын деген нәрсем, бірінші Алла Тағала жеген нәрселеріңді, мынау тамақтан өтетін нәрселеріңді, құлқымызды адалынан қылып, кейін барып тақуалық жасаңдар деген. Немесе жеген ішкен нәрсемізді адал пәк қылып, одан кейін ғана барып амал салих жасауымызды Алла бұйырып отыр. Міне, яғни адам баласы жеген ішкен нәрсесінен кейін ғана ол құлшылық жасау керек. Мәселен, айтады ғой, адамның жеген ішкен нәрсесі таза болмаса, харам араласқан, күмәнді болса, оның тақуалығы, оның басқа білім алуы, елге халыққа жасаған қамқорлығы, ізгілігі, оның барлығы кейде текке кетеді. Өйткені тіпті жасаған дұғасының өзі қабыл болмайды деген, құрметті жамағат. Жасаған дұғасының өзі қабыл болмайды деген. Әлгі ұлларымызда келеді ғой. Бірде бір ұлық заттан сұраған екен. Сіздің Алла Тағала сондай дәрежеге жетуіңізді, сондай ілім иесі болуыңызды, сіздің дұғаңызды Алла Тағала ешбір тосқауылсыз қабыл етуіңіздің сыры неде дегенде, сол ғалымдарымыздың барлығы бір ауыздан ғана жегеніңді халалынан ет, сонда Алла Тағала сенің рызығыңды, Алла Тағала сенің дұғаңды да, ғибадатыңды да қабыл етеді деген. Міне сол үшін, ал енді сол адал рызық несібені іздеуде, соған маңдай тер төгуде үлкен дәреже бар екендігін. Тіпті сол сауда саттықта болсын, өйткені айтады ғой, Алла Тағала құлшылықты 10 бөлікке бөлсе, соның 9-ы, яғни құлшылықты 10 бөлікке бөлсе, соның 9-ы, яғни 9 түрлі құлшылық ол кәсіп қылумен болатындығын айтады. Біздің бір құлшылығымыз, намазымыз, оразамыз, жаңағы басқа да қайырым істеріміз болса, қалған 9-ы кәсіп қылуменен, адал рызық несібені іздеуменен болатындығын айтқан. Ал енді сол адал рызық несібенің ішіндегі, ялпы кәсіптің ішіндегі біз 10 түрге бөліп қарайтын болсақ, соның 9-ы саудада деген екен. Көрдіңіз ба? Яғни құлшылық ибадаттың 9-ы кәсіп, жаңағы адал кәсіп қылуда болса, адал кәсіп қылудың ішіндегі ең хайырлысы, ең абзалы саудада деген екен. Мына жалпы осында отырған көпшіліктің барлығы Алла Тағала мәлім, әлбетте барлығымыз бүгіндегі көпшілігіміздің нәпақамызды сауда жасау арқылы, әртүрлі біріміз базарларда, біріміз дүкендерде, біріміз сол мәшіне құрылғылардың, мәшіненің жаңағы әртүрлі бөлшектерін сататын дүкендерде, сан түрлі салаларда біздер бүгінде қызмет етіп жатырмыз. Оның барлығы шын мәнінде Алла Тағаланың біздерге бұйырған әмірі. Өйткені Расулулла саллаллаху алейхи вассалам көкесі сол 12 жастан бастап пайғамбарымызды не қылды? Саудаға үйретті. Алғаш сол Шам өлкесіне, бүгіндегі мынау Сирия өлкесіне пайғамбарымызды бірге алып барып, сауданы қалай жасау керектігін, ең басты сауданың оның жаңағы тәсілі, оның айлакерлігінде емес, мақсат саудада ең негізгі нәрсе адалдықта екендігіне үйретті пайғамбарымызды. Яғни міне қазір сол сіздерге жалпы сол сауда жасаудағы 5 аса маңызды нәрсе бар екендігін, соның әрбіріне жеке-жеке тоқталып өтсем деп отырмын.
Бірінші, жалпы әрбір сауда істеген кісінің, әлі тек сауда істеген кісінің емес, сатқанның да, сатып алғанның да, екі жақтың да теңдей сол алып жатқан затында, дүниесінде жеңілдік жасаулары, бұл ең бірінші саудадағы жаңағы әділдік. Мәселен, сатып жатқан кісі өзінің сол жаңағы сатып жатқан дүниесін, ол мейлі тамақ болсын, киім болсын, әртүрлі қандай бір зат болмасын, сол сатып жатқан дүниесінде, яғни аса бір қымбат бағаны қоймай, өзі жалпы одан ұтылмайтындай баға қойып сатуы, әрі сол жаңағы сатқан кезде сатып алып жатқан адамға жеңілдік болсын деген. Мейлі ол бар адам болсын, жоқ адам болсын, мәселе ондай емес. Кез келген адамға жеңілдікті қарастырып сатқан сатушы менен әлі сатып алып жатқан кісіде, мәселен, бізде мынандай нәрсе бар. Көбінде сатып жатқан кісі ол өзінің жаңағы товарының, өзінің сатып жатқан дүниесінің барынша қымбат баға өтіп, қалай да болса содан құтылуға әрекет жасаса, сатып алып жатқан адам қалай да болсын сол сатушының жаңа бағасын әбден түсіріп, қымбат нәрсені аз бағаға алғанлығына бүгінде біздер марқаямыз. Рас қой? Кімде болса әлі бағаны аса түсіріп алғандығына қатты қуанса, мен одан ұттым, ана ұтылды деген сияқты нәрсені бірімізге кейде айтып, оны үлгі етіп жатамыз. Керісінше, құрметті жамағат, сатушы да, сатып алушы да екеуі екі жақтан теңдей, ешкімнің ұтылмайтындығын қарастырып жеңілдік жасауы, бұл да дініміздің, шариғатымыздың үкімдерінен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді: сатқан да және сатып алған да, қарызға бергенде және қарыз қайтарған да дейді. Сатқан кезде, сатып алған кезде, қарыз берген кезде, қарыз алған кездегі кісілердің жеңілдік жасаулары, бір-біріне деген қамқор жасаулары, Алла субхану ва тағала өз мейірімділігін, Алла тағала өз кеңшілдігін сол кісілерге Алла субхану ва тағала нәсіп етеді дейді. Сіз адамдарға қаншалықты мейірімді, қамқоршы болсаңыз, Алланың мейірімі, қамқоршылығы одан да үстем болады деген сөз. Бұл бірінші жалпы сауда саттықтағы екі жақтың да осы нәрселерге мән беру болған жайт. Екінші нәрсе саудадағы шыншылдық. Жалпы біздер ең басты кез келген заттың, оның сапасы болсын, оның кем-кетігі болсын, айтуымыз. Сонымен қатар сол сатып жатқан дүниесінің бір қандай бір кемшіліктері болып жатса, соны жасырып, немесе сол сатқан дүниесінде әлгі құтылу үшін, жаңа жоғарыда айтқанымыздай, болмаса аз баға тұратын нәрсені аса бір қымбат баға сату деген сияқты нәрселердегі тұсты айтып жатырмыз. Яғни саудадағы шыншылдық. Бар нәрсені бар, жоқ нәрсені жоқ деп айту. Енді бүгінде көп кісілер айтады: қазір барды бар десең, жоқты жоқ десең, ешкім сенің дүниеңді сатып алмайды дейді. Ол сіздің пікіріңіз, құрметті жамағат. Бірақ Алланың діні, хақ нәрсенің бар екендігі, әлбетте ақиқат түбінде әлгі өзінің дегенін адам баласы ақиқат арқылы өзінің дегеніне жетеді. Ол жөнінде пайғамбарымыз айтады: әділ саудагер қиямет күні Алла субхану ва тағаланың аршының саясына саялайды дейді. Әлбетте бұл мүмкін қиын шығар бүгінгі таңда, бірақ шынайы мұсылман адамның сауда істегендегі қиянатқа бармауы Алла субхану ва тағаланың қияметте аршының саясына сайлануына себеп болады екен. Үшінші нәрсе, саудада мейлі ол шындық болсын, мейлі өтірік болсын, Алла тағаланың Құдай ұрсын, Құдай ақсы, Аллаға ант ішем, бұндай да сондай деген сияқты нәрсеменен саудада жалпы ант ішу ол қажет дүние емес, құрметті жамағат. Құранда қайтарылған тіпті ол нәрсе. Мейлі сіз туралықты айтыңыз, туралықты айтсаңыз, мейлі оған кішкене жеңілдік болатын шығар, бірақ өтірікті соғып, мен бұны Қытайдан мен Түркиядан әкелгенмін, бұл сондайды бренд дүние, бұның құны пәлен жерде осындай болып жатса, мен бұны пәлен саған беріп отырмын, сен үшін осына беріп отырмын дейді.
Кейде өзімізде базарға барамыз, енді имам екенімізді кейде кісілер таниды да, құрметті имам, бұл енді сіз үшін, енді басқаларға енді сізге өтірік айтуға болмайды ғой дейді. Сізге өтірік айтуға болмайды, міне сіз үшін енді бұл ошақтың дүниесі деген сияқты пікір айтады. Бұлай қарап тұрсаңыз, ол мүмкін ол сізді құрметтеп жатқан шығар. Бірақ ақиқатында ол дұрыс іске барып жатқан жоқ. Мен болайын, басқасы болайын. Ол Құдайдың алдында өтірік айтып тұр ғой. Сонда имамға шындықты айту керек, басқа халыққа, жамағатқа өтірікті соғып дүниеңді сату керек деген сөз ба? Мені құрметті жамағат, жалпы әрбіріміз саудадағы өтірік болсын, шын болсын, Алла Тағаланың атыменен ант ішіп өтірік айту үлкен күнә, құрметті жамағат. Құрандағы аятты да қажет болса айтуымызға болады. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Жақсы іс істемеуге, тақуалық етпеуге, татуластырмауға ант ішу жолыменен, яғни Аллаға ант ішу жолыменен Алланы көлденен тартпаңдар дейді. Яғни әрбір нәрсеге Алла Тағаланы араластыра бермеңдер деген сөз. Әрбір нәрсеге Алла Тағаланы ант ішіп, Алланың атыменен бүйтем, сөйтем деу, ол саудадағы жалпы жат дүние екен. Төртіншісі, жалпы сауда жасаған кісі барынша өзгелерге де қамқоршы болу. Бізде кейде мынандай сөз бар: саудада шығыс болмаса кіріс болмайды дейді. Оны көп адам әлгі бір банкрот болып, немесе бір саудасы жүрмей қалып, немесе ұрланып, тоналып, немесе бір жерде келе товар келе жатқан кезде бір күйзеліске ұшырап, көлігі бір апатқа ұшыраған кезде, сонда бірімізге басып айтамыз: жаңағы енді қайтесің, өмір болғаннан кейін сондай саудада шығыс болмаса кіріс болмайды деген сияқты. Ол олай емес. Сіздің Алла Тағала бережек садақаңызды, сол Алланың сізге берген сол саудадан сіз пайда көріп отырсыз ба, соның бір үлесін Алланың жолында бермегеніңіздің есесіз. Ол сізге оны берсеңіз де бермесеңіз Алла Тағала бір есесін алады оны. Ұмытпайық оны. Өйткені бұны былай түсіндіру, жалпы мынау сіздің саудаңыз, мынау қағаздың бетіндегі аппақ адал саудаңыз осымен теңестіретін болсақ, ал оның шетіндегі кейде бір кірленіп, немесе бір су тисе мынау ылғалданып, шеті былай қажетсіз болып қалады ғой. Яғни сол су тигеннен кейін оны бүйтіп алып тастамасаңыз, ол су не қылады? Ылғал қағазға мынау жайлап не қылады? Тарай береді. Сол үшін оны дер кезінде оны сіз ылғалды немесе сол дақты кірді алып тастап отырмасаңыз, сіздің жаңағы мал мүлкіңізге береке кірмейді деген сөз. Сол сияқты сіз сауда істеген адамның әр уақытта садақа беруі оның мал мүлкіне, саудасына берекеттің кіруі деген сөз екен. Ол жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: шын мәнінде шайтан менің күнә іс-әрекеттер дейді, саудада бірге жүреді. Сол себепті садақаларыңды көбейтіңдер дейді. Яғни дүние жүрген жерде шайтан жүреді деген сөз ғой. Дүние жүрген жерде шайтан, ал шайтанды алдын алу, шайтанның уасуасіне қарсы тұра білу, ол тек қана садақамен болады деген сөз, құрметті жамағат. Өйткені сіз дүниеге деген сүйіспеншілігіңізді, дүниені кейбір адамдар мен дүниені жақсы көрмеймін дейді. Бірақ дүниені жақсы көрмеу сөзбен емес. Ол өзінің сол мал мүлкінен күнделікті тауып алған нәпақасының, Алла жолында берген садақасының есесіменен ол дүниені жақсы көрмейтіндігі білінеді. Бір адам тұрып, мен дүниені жақсы көрмеймін деп, күні-түні дүние жинап, ешкімге бермей сарандық танытқандығы, бұл жалған сөз айтқандығы ғана болып қалады, құрметті жамағат. Одан кейін бесіншісі, әркімнің саудасында, енді жалпы бұл тараздан жеу деген нәрсе, ол ертеректен келетқан нәрсе. Бүгінде қазір Аллаға шүкірлік, бұл тараз мәселесі енді қазірде аса бір қатты ешкім одан жеп жатқан жоқ шығар. Өйткені қазір электронный әртүрлі тараздар бар. Бірақ соның өзінде кейде жаңа Mesela kez келген адам базарға барғаннан кейін алма алсын, басқа да заттарды алсын, соның ең жақсысын алғысы келеді. Бірақ жаңа бірінші сауда жасаудағы екі жағдайды айттық. Сауда сатқан адамда, сатып алған адамда екеуі де бір-біріне жеңілдік жасау керек. Кейде бір кісілер заттың жаңағы тек қана жақсысын алғысы келеді, жаман әлгі бұзылғаны, шірігені, босағанын алмайды, теріп алашына жақсысын. Ал енді ол мейлі, ана сауда жасап жатқан адам ол одан ұтылып отыр. Көрдіңіз бе? Яғни осы жағдайда тіпті сіз екі жақтың да бұл жерде тең үлесі болу керек.
Екі жақта теңдей ұтылыс көрді, екі жақта теңдей ұтылыс көру керек. Ол үшін жаңа айтқанымыздай, бүгінгі таңда әлгі тараздан жеп, басқадан жеп әйтеуір жемесе де жаңағыдай нәрселермен арасына тығыз жібереді, айтпайды, жаңағы бүйтіп ол қиянат болады, құрметті жамағат. Біз екі жақты бірдей түсінуіміз керек. Сонда ғана біздің жеген нәрсеміз, алған саудамыз, немесе істеген кәсібімізге Алла субхану ва тағала, құрметті жамағат, берекетін беріп қояды екен. Міне жалпы бұл адал сауданың хикметі. Адалдықтың әр уақытта оның шоққысы биік екендігін, адалдықтың әр уақытта адам баласы өзінің ақиқатында түбінде бір шынайы өмірдің ең бір керемет жағдайы болса, адал сауда істеп, адал нәпақа тауып жеп ішкен адам ғана түсінеді, құрметті жамағат. Тіпті Алланың сөзін, Құранды, хадисті айтқан кезде бір адам басқаша қабылдаса, екінші адам басқаша қабылдайды. Бір адам жүрекпенен, сезімменен сол әрбір айтылған хадисті, Құранды, Алланың сөзін ұғып, түсініп, түбегейлі қабылдаса, бір адам айтылған Құран, айтылған хадис, оның жүрегіне тұрмақ, құлағына жетпейді. Құлағы естіп тұрады, бірақ құлағына әлгі тура құлағына тигендей құлағына жетпей түсіп қала береді. Мына құлағынан бір құлақ шықса да мейлі, құлағына да жетпейді. Оның барлығы не де құрметті жамағат. Тағы да айтамыз, біздің әрбіріміздің адал ғұмыр кешуімізде. Адал ғұмыр кешкен адам әр уақытта өзгенің сөзін ұғады. Адал ғұмыр кешкен адам өмірдің құнын бағалайды. Адал өмір кешкен адам өмірдің мән мағынасын ұғынады. Ысырапшылдыққа бармайды. Қандай да бір қиындық болмаса, ол қиындықтың барлығына шынайы көзбен қарайды. Қазір айтып жатыр, дағдарыс дейді, анау дейді, мынау дейді. Бірақ оның бәрі өтпелі кетпеді. Дұрыс па? Бұдан да қиын кезеңдер мәселен бастан кешті. Бірақ адамның ішкі дүниесіндегі дағдарысты кетіру үшін, адамның ішкі дүниесіндегі күйзеліс, қасіретті кетіру үшін оған жылдар, ғасырлар уақыт керек, құрметті жамағат. Тіпті әлгі сахабалардың кезінде жеп отқан нәрсесіне кейде күдік кірген болса, ол біліп тұр емес. Күдікпенен жеп қойған нәрсесі кейін барып, ол нәрседе күдік бар екенін білген сахабалар қандай іс-әрекеттерге барған. Тіпті сол іштегі жегені қайта шығарып, тіпті сол іштегі жеген нәрсе үшін пәленбай күн ораза ұстап, пәленбай күні құлшылық ибадаттан бас алмай, Аллаға мүнәжат қылған кездерде болған, құрметті жамағат. Ал біздің бүгінгі таңдағы не болды? Кім жемей жатыр? Үйтпесек бүгінде аштан өлеміз. Үйтпесек бүгін үйтеміз де сөйтеміз. Кімді көріңіз? Адал жеп, адал тұрған адамның аштан өлгенін көріңіз. Егер адам баласы бүгінгі таңда адал өмір кеше еш уақытта өзгелер сол аштан қиналып, жан күйзеліп жатқан адамды ондай қиын сәтке тастамайды, құрметті жамағат. Міне біз Аллаға шүкір мұсылманбыз. Мұсылмандығымыз біздің іс-әрекетімізбенен, Аллаға деген шынайылығымызбенен, Алланың әмірін орындауымызбенен болатын, әрі соған әрбіріміздің иншалла жанымызбенен, жүрегімізбенен амал ету керектігімізді мұқтаж, құрметті жамағат. Ал енді қазіргі уақытта көп нәрсеге аса бір таңғаламыз, айтамыз, жүрегіміз ауырады, қайғы жұтамыз. Қалай болды екен, не болды екен деп бұл нәрсемен өзара әңгіме қыламыз. Бірақ сол әңгіме күйінде қалып, немесе сол болып жатқан жағдай бірімізге сіз өздері кінәлі ғой, оған кім үйтіпті, бүйтіпті деген сияқты қазір интернеттен жақсы болды, әркім өзінің пікірін қалдырады, комментариясын айтады, неше түрлі нәрселерді бүгінде оқып бармаңыз. Өздеріңізбен жақында ғана бұл енді өте қиын жағдай. Жалпы біздің далада, біздің өлкелерде ондай мүмкін бұрындары болса болған шығар, бірақ бүгінгі ел жұрттың барлығы сондай іс-әрекетті көрген кезде осыны отырған барлық азаматтар, аналарымыз болсын, қарындастарымыз болсын, қатты қайғырады. Әлгі
жасөспірімдердің бойжеткендерді айтпай сол қыздарымыздың, кішкентай қыздарымыздың іс-әрекетке барулары өте қиын. Оған не нәрсе итермеледі? Адамның бойындағы әлі қанбездік, адамның бойындағы соншалықты хайуаннан да беттер болған жағдайға баруына не түрткі болып жатыр? Біз ойландырды ма? Сосын әрине имандылық тәрбие деп жатырмыз. Бірақ сондай нәрселердің астарында кейде көп нәрсені табуға болады. Сол жөнінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Хазіретіміздің қысқа ғана бір халыққа елге білдірген пікірі бар еді, сол пікірін айтып берсін деп отырмын. Әке әкелік міндетін атқарып, балаға рухани тәрбие бермесе, аналық парызын орындап, мейірін төкпесе, бала ата-ананың қамқорлығын сезінбесе, үлкендерге құрмет көрсетіп, батасын алуды үйренбесе, онда сол отбасының ойраны шықпайды деп кім айта алады? Кейбір қарындастарымыз болмашы тұрмыстық сынаққа сабыр ете алмай, бауыр еті баласын тірідей далаға тастап, болмысымызға жат мінез танытып жатқаны жанымызға батады. Жастарымыз асқы шешім қабылдауға бейім тұрады. Неге? Бұның себеп салдан айтқанда, қайтадан сол тәрбиені, имандылықты сөз етеміз. Шығыстан алғанда мынандай сөз бар: бос арбаның сылдыры көп дейді. Тамыры терең тартпаған талдың да жел шайқасы құлауға шақ қалатын секілді, тұла бойы иманға толмаған адамның ғұмыры баянсыз болады. Қаладағы кейбір ата-аналарымыз уақыттың көп бөлігін жұмыста өткізеді. Былайша айтқанда, өз үйіміздің квартиратына айналып, әрине ақша кімге қажет емес, бәріне де керек. Алайда үйдегі баланың тәлім тәрбиесі одан да маңызды екенін әбден ескеруіміз керек. Жақында болған ақпарат құралдарынан сәбиін көлікте босанып, далаға тірідей лақтырып жіберген қарындасымыз туралы қайғылы хабарды Хазіретімізді естіп, денесі тітіркеп ұзақ мазасыз күй кешкендігін айтып жатыр. Әрине өкінішті жағдай. Қызды қырық үйден тыя білген халықпыз ғой. Баяғыда бой жеткен қыздар отбасын құру туралы анасымен, жеңгесімен сырласатын. Қазір бұл үрдіс азайып барады. Өкінішке қарай, бұл қыздарымыздың тәрбиесі екінші орында қалып барады. Баласын тірідей өлімге қиған сол қарындасымызға қаражат, киім, баспана, тағы басқа нәрсе жетпей жатыр деп те айта алмас едік. Жастарымызға жетпей жатқаны рухани азық, имани тәрбие. Өйткені ислам екі дүние бақыттың кілті деп муфти Хазіретіміз өз сөзін осылай деп қорытып отыр. Жалпы құрметті жамағат, әрбіріміздің балаларымыз, қыздарымыз бар. Бірақ солардың ертеңгі күні қандай болатындығы тек қана біз ылғи бұл нәрсені имамдарымыз, әр уақытта уағыздарымызда біз қоса айтамыз. Тек қана ішкізіп жегізу, немесе оларды елден қалдырмай киімін бүтін қылу. Қазіргі таңда тіпті мектеп жасындағы балалардың ұялы телефондары, пәленше сыныптастарымыз осындай телефон ұстап жүр, мен олардан кеммін ба деген сияқты әртүрлі желеулер бүгінгі таңда көбінде біз балалардың ішкі дүниесінің тәрбиелігін емес, олардың материалдық жағынан көбінде қамтамасыз етуге бел буып бара жатқан сияқтымыз. Бірақ балаларды көбінде тәрбие беруде әрине бүгінгі таңда оңай нәрсе емес. Бірақ жаңа айтылған сөздердегідей әрбір әке, әрбір ана өзінің отбасының алдында әке екендігін сезінсе, ана екендігін сезінсе, аналық мейірімін танытса, бұндай болған жайттердің қатары семейліктен құрметті жамағат. Ол тек біздің аймақта емес, қазір көптеген жерлерде бұл нәрсе естіп жатыр, құрметті жамағат. Алла Тағала сақтасын. Алла Тағала сақтасын. Ал енді уақытымызда өтіп бара жатыр. Құда қаласа ертең жылдағы өзіміздің дәстүр бойынша
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мәуліт айына орай міне осындай тәлімдік, тәрбиелік жастарымызға керемет бір оларға әсер ететіндей дүниелерді біз тойларда, басқа жерлерде, көшелерде көре алмаймыз. Бүгінгі заман өзі қыздарымызды көше тәрбиелеп жатқан заман, ұлдарымызды кафе тәрбиелеп жатқан заман деп жатады. Бірақ осындай жұма намаздарына келіп, азды көп астында, ал сол мәуліт кештеріне қатысып, кішкене болса ғибратты, өнегелі біздерге пайда берер, имандылығымызды арттыратын дүниелерді тыңдап оқысақ, пайғамбарымыз жайлы көбірек білсек, иншалла нұр үстіне нұр болады, құрметті жамағат. Соның сәтінде ертең сағат 11:00-де мынау қасымыздағы Балсағұн үлкен концерт зал кешенінде, Құда қаласа, сағындым сені Мұхаммед деген мәуліт мерекесіне орай рухани кеш өтеді. Сол кешке барлықтарыңызды шақырамыз, келіп, қонақ болып, көрермен болып, иншалла Алла разы болсын.